Жайдарманның сүйікті көрермендері. Әрине, хабар арнасының тұрақты телекөрермендері. Сіздерге де кеш жарық. Бұл жайдарман терапиясы деп те айтуға болады. Қазіргі заманда өздеріңіз білесіздер, телефонға телмірген заман болды ғой. Бір адаммен адам мәміледе болмай қалдық. Қазір сондықтан да сіздермен мәмілеге түсетін командаларға қаттырақ қошемет ұрып қойыңыздар. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген, түрлі жаңалықтарымен, қызықтарымен келген командалар сақадай сай. Бұл ұлттық лига 1-4 финал, 2-ші топ. Біз бастаймыз! Ұлттық лига ойындарының басты қолдаушысы Аманат партиясы, Жастар рухы, Жастар қанаты. Бүгінгі сайысқа түсетін командалармен таныс болыңыздар. Сонымен Жамбыл облысы әдеби жігіттер. Абай облысы Абай ауданы Смарт. Бұл қаладан бұрыннан да арулар келген. Солардың ізін жалғап келген Қостанай облысы Арқалық қаласы Арман. Ақтөбе облысы Ембі құрамасы. Құрамында Жайдарманның чемпиондары бар. Маңғыстау облысы Татьяна. Ой, командалар мықты, сақадай сай, көрермен қызып тұр. Ендеше осы командалардың әзілдеріне баға беретін біздің тағы бір команда. Таныс болыңыздар, Жайдарман жобасының жетекшісі Есен Елеукен. Есен Елеукен. Жайдарман топ жобасының редакторы Рамазан Файлов. Халықаралық КВН ойындарының чемпионы Спарта Олжас Рымбаев. Хабар арнасының тележүргізушісі, Жайдарманда 2-ші рет. Қош келдіңіз, Алмас Тоғай. Жайдарман ойындарының 2014 жылғы чемпионы ұлттық құрама Бекзат Дүйсенов. Ал ендеше сіздердің баталарыңызбен, сіздердің көңіл күйлеріңізбен, сіздердің қошеметтеріңізбен командаларға сәттілік. Бүгінгі ойынымыз 2 сайыстан тұрады. Біріншісі сәлемдесу, екінші сайыс стем, яғни шағын қойылым деп аталады. Сонымен сәлемдесуімізді бастайтын Жамбыл облысы әдеби жігіттер. Қарсы алыңыздар. Достар, әдеби жігіттеріміз. Негізі қоғамда кейбір жастарымыз кітап оқымайды екен. Оқымайды, Жеті атасын білмейді. Сауатсыз.
өз тарихын білмейтін жастар бар екен. Мен сондай жастардан қорқам жігіттер. Менен неге қорқасыңдар? Мен өзім тып-тыныш жүрген боламын ғой. Таныс болыңыздар, командадағы жалғыз әдеби емес жігіт Мико. Миконың әдебиеттегі ең жақсы көретін кейіпкері әдебиет апайы. Сосын ең соңғы оққан шығармасы бұның жоқ. Неге осы сен ақыры кітап оқымайсың ғой? Қазір аудио кітап деген бар. Неге соны бастырып алып тыңдап жүрмейсің? Қызықсың сен. Мен мысалы өзім әке шешем тыңдамаймын да, сол аудио кітап тыңдайды деп ойлайсың ба? Жігіттер, мен негізі әдеби жігіт емеспін ғой. Мен анау алгебра жігітпін ғой. Есеп жақсы шығарам да мен. Жақсы есептейсің ғой сонда, я? Жақсы есептеймін ғой. Онда өзіңді біздің командадан шықтым деп есептейсің? Біз әдеби жігіттер тек қана кітап оқымаймыз, кітап жазамыз біз. Жақында ғана мынау қомақты қаржы табудың 100 жолы деген кітап жаздық. Жақсы. Енді сол кітапты шығаруға демеуші таппай жүр. Бастаймыз. Мектепте осындай креативті мұғалімдер болады. Мейірбекке семіз 3, Нұралыға арық 4, Асланға өлі деп тұрған 5. Достар, кейде әкелеріміздің есту қабілеті мықты болып кетеді. Талғат тракторын талдырып алды. Қалай естіп қойды? Яна Сәкен үйіне келінсіп отыр екен. Қалай естіп? Илон Маск ракета ұшырып жатыр дейді. Шулай бермеңдерші. Жаңалықтың дауысын естімей жатырмын мен. Фоторобот жасатуға келген филолог. Қылмыскерді сипаттап жіберсеңіз. Қылмыскердің жүзі жұмсақ етін. Жазық маңдайлы, сұңғақ бойлы, кең иықты, сақалы иектен төгілген, биік бөркі бар. Айдеке би болып кетті ғой мынау. Достар, Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына креативті идеяларды қабылдау орталығында. Менде мынада идея бар. Абай Құнанбаевтың 105 жылдығына баннерді алып, осыны қойып, жап-жаңа ескірмеген. Сен қуасың ба? Абай Құнанбаевқа 180 жыл ғой, басың істемей ма сенің? Басым істемегенде істейді ғой, қасына +5 деген наны қоямыз да, қалаға іліп тастаймыз. Жақсы екен, бұл саған 5 қабылданды. Анау ұшпай жатыр. Тоқта. Сендер аспанға 180 дрон ұшырайын деп тұрсыңдар ма? Болмайды ондай, керек емес, алып кеттіңдерші. Алып кет деймсің. Неше келесіңдер? Сендер 180 адам флешмоб билейін деп жатсыңдар ма? Болмайды ондай, жігіттер қызық емес, ол керек емес. Саламатсыз ба? Мен дәрігер едім. Менде жақсы идея бар. Ауруханаға 180 қаңғысымен түспесе, қабылдамаймыз. Қалай? Өлім ба? Құрпет бар, қайдағы өлімне айтып жатсың? Болмайды ондай нәрсе. Саламатсыз ба? Мен қайырымдылық қорынан кеп тұр едім да. Мынау 180 баласы бар жас отбасыға үй берейік. Сен қуасың ба? Олар сиятын үй қайдан табасың? Дәу үй керек оларға. Сіз үйді уайымдамасаңызшы, бірінші сонда үй тауып алсаңызшы. Отбасы тауып алыңыз сондай бірінші. Отбасы іздейік, тапсақ хабарласамыз сізге. Мен қазақ тілін дамыту орталығынан келіп тұрмын да. Биылна Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына Абай оқуларын өткізейік. Керек емес. Жылда өткізесіңдер. Ерекшелігі бар оның. Тұңғыш рет қазақтардың арасында өтеді. Біздікілер де танып жүрсін да Абайды кішкене. Ойын соңында. Әдебиет пен өнер ұлы болмаған жерде ұлт та ұлы бола алмайды. Балдар үйістіп, мақал, пақал айтатыны бар арасында. Тараздық әдеби жігіттер, рахмет, Астана. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine. Әдеби жігіттер командасы Байзақ ауданының әкімдігіне өз алғыстарын
білдіреді. Ойынымызды қарай жалғастырамыз. Өздерінің сәлемдесуімен Абай облысы, Абай ауданы Смарт командасы. Жүрегімді жаралап кеттің ғашығым, сезім бағын аралап. Ұнайды бізге осы. Біз командамен жатып алып тыңдаймыз үйде осы. Ойлаға кетіп қалсан. Жартылай финал жоқ. Кетті дейсің. Сыйлаған суын іш дейсің ғой. Сен мақал айтпаш. Мақал айтпа дедім ғой мен саған. Не киіп алған үстіне? Я қазір Татьянаға шығып беремін. Сен... Сен басын істей ма? Өз командаңды ойласашы бірінші. Аналардың сценарийі біздікінен әлде қайда мықты. Мынау ауырып айтып тұрмын, бас істемейді мынау. Алдында мен көлігімді алдым мынау. Беріч деп алды. Бердім. Неге жуып әкеп бермейсің? Көлік жуып әкет деген мен үйіме тиіп тұр ғой мына тұрған жер. Соны айтам, енді мына тұрған жерге көлікпен барайын. Жаяу бара сал мен ол жерге. Бас істемейді. Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum içip sabaha kadar. Мен Қайрат қайда дедім бе? Мен Қайрат қайда дегенде ғана шығуым керек па не? Жарайды, ал қайда жүрсің кешігіп? Ат жақта кәмпит жеп. Қайрат, сен ана тараздан жеген қой. Ертең сол үшін сұраласың сен. Уағызды қалай түсінеді мынау? Жігіттер, мен ит төбелестірем ғой, білесіңдер ма? Білеміз ит төбелестіретін. Оны неге Рауанмен төбелестірушісің? Сен төбелесесің ба? Кет төбелестіріп. Сен төбелесесің ба? Жоқ, ит жанды ма? Рауан төбелесесің ба? Кет. Айттым ғой, ақымақ мынау. Мен сенің сөзім жоқ, рас айтам. Мен сендермен бар ғой, ойнағым келмейді негізі. Мен сендермен ойнағанша реквизит тасып, массовка боламын, кеттім. Ералы, уайымдама, өзіміз хабарлап шығарамыз қазір. Қойш. Хабарлаймыз өзім. Қара, уайымдамай тұра берсін. Алла байыл, көрейік ал. Карамель, баралем, барабер, каралем. Жаныңа беремін мен жаңа дем. Енді не бұлар маған параллель. Тамшы, тама таш жарат дейсің ғой. Жап аузын. Жап аузынды. Сен немен мәсін? Бір қазақ көлік киген 5 қыз шығарған сияқты. Ұят емес, жарайды, еркектер мәзіне қарап отырын. Қыздардан ұят емес па? Қыздарға да бар ғой, бар, қараңдаршы міне. Сүйгісі келе берер, сүйгенерім сүй, жаным сүйкімді бір күйге бөленемін деп айтып кеткен мұқағали кезінде. Сен неге өзің фантазияндағы адамдар шығарып отырсың? Мынау сен, анау әйелім ба? Болады. Сен басын істей ма? Мен оны айтып тұрған жоқпын. Залда қанша үлкен ағаларымыз отыр. Ағаларға да бар ғой, уайымдамашы Ералы, бар. Күйдім бар, неге сені сүйдім бар, сүйдім бар. Ал, шығарып алдыңдар, ал, не істейді екен, ал, көрейін. Ералы, сен осы барды қосып бірдеңке ойнап жүретін бар емес па? Кетті, сендер не шығарасыңдар, ойнай беру керек пе, қой? Сен мықтысың ғой. Сен авторсың ғой. Ералы молодеси. Бар, ондай бар ғой, бөлем бе? Айвар хабарлашты. Неме деп хабарлаймын мен? Келетіндей хабарлай сал бірде. Көреміз. Мына, Алматыны қара. Ой. Бұрын верный болған. Мынау қазір шоу-бизнестің қаласы. Әдемі бірақ. Ой, сен сыртын әдемілігіне қызық па? Сырты бүтін болған, мен іші түтін мұның қыз. Мына Астананы қара міне. Мына оң жағалауын қара міне. Сол жағалауын қара. Ойбай. Зәулім үйлеріне қара. 98 деп айтпайсың, бірақ бар ғой. Еңбектің арқасы осыны көрдің ба? Бұрын бұл да осындай болота болған. Ойбай. Осындай болған. Мынаны айтам да. Алматы, Астана, Семей туралы айтсашы өзіміздің. Семей енді бұрынғыдан қолына немересін алғаннан кейін жақсарып қалған.
Бұл Семей полигонның арқасында Бейонсының концертіне 2 билет тегін алдым. Ойбой. Осы тұрғанда. Бірақ бұл қаланың бір жақсы жері, мына 2 қалаға қарағанда рухани, мәдени дамыған, көрдің ме? Рахмет. Биыл Абай атамызға 180 жыл. Ойын сондағы сөзге дейін бөліп апсыңдар ба сендер? Енді дұрыс емес пе, ертең эфирден туысқандар көреді, бәріміз сөйлеу керекпіз ғой? Ана бала не дейді? Рахмет. Смарт командасы Абай ауданының әкімі Мейіржан Смағұловқа алғыстарын білдіреді. Келесі өздерінің сәлемдесуімен Қостанай облысы Арқалық қаласынан келіп отырған Арман командасы. Қаласын да, қыздарын да сындыру оңай емес, Арқалықтан келдік. Сәлем Қазақстан! Болды қыздар, дені дұрыс әңгіме айтайық. Онда мен сөйлемеймін. Алмагүл, үстіңе не киіп алғансың? Сахнаға киіммен шықсам да ұрсасындар, шешініп шықсам да ұрсасындар. Сонда мен не істеуім керек? Сенде маған жаным бәлкім адасың, тағдыр бермей тұрса тартып аласың. Қыздар, осы жігіттер неге 7 мамыр мұсылмандардың мерекесі емес деген пәтуа айтпайды? Әлде оларға шынымен сыйлыққа шылық алған ұнай ма? Шынымен жігіттер 7 мамырға ұсақ сыйлық бересіңдер деп ренжейсіңдер. Қашан сендер ірленесіңдер, біздің де сыйлықтарымыз ірленеді. Қыздар, онда менің ірі жігітке арнаған ірі сыйлығым бар. Ғалмаға сізді бола ма? Сыйлық сахнаға. Ғалмаға, міне сыйлығыңыз, аяғыңыз жылы жүрсін. Бірақ сіздің 7 балаңыз бар ғой, жалаң аяқ жүрсеңіз де ештеңе етпес. Сенде маған жаным бәлкім адасың, тағдыр бермей тұрса тартып аласың. Қыздар, неге осы жоғарыдағы ағаларымызды сотталып кетсе ғана танимыз? Қойшы айналайын, сен саясатқа араласпай-ақ қойшы, одан да басқа түсінбейтін нәрселеріміз көп қой, соларды айтсай. Я, мен түсінбейтін заттарым көп. Жігіттер, неге осы туған күн бірдеңе болса, моншаға барасыңдар? Жігіт, не қылған туған күн ол? Тыр жалаңаш отырып тойлайтын. Жігіттер, неге осы кездесуге шыққанда литр кола аласыңдар? Мен ғой жарайды, ше берем. Мыналар қалай шеді? Неге осы телефоны арзан тұратын ағалар историяларына көп ақшамен түскен фотоларын салып қояды? Сосын неге атеистер қатты білімді болады? Құдайдың бар екенін дәлелдеуге білімің жетпей қалады ғой? Сенде маған жаным бәлкім адасың, тағдыр бермей тұрса тартып аласың. Біз қыздар командасы болған соң, бәрі бізді сынап қарайды, көп нәрсе күтеді. Я, 3 қызы барлар жұмаққа кіреді дейді. Біз не, коланың қапағымыз ба сендерге? 3-еуін жинасаң, сыйлық ұтып аласың дейтін. Болды қыздар, артық кетпей тұрғанда осы жерден доғарайық. Құрметті қазылар алқасы, жігіттер командасы жайдарманды ойнағысы келгенше ойнайды, ал қыздар командасы алып қашып кеткенше ойнайды. Сондықтан бізді я келесі кезеңге өткізіңіздер, я алып қашып кететін жақсы жігіт тауып беріңіздер.
сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, арқадан арқаға, арқалықтың намысын арқалаған, арқада алдар қыр бар, қырқада қырғар қыр бар, аман арқалық, рахмет. Мақсатыңа жетелейтін арман, жақсатыңа жетелейтін арман. Арман командасы Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық университетінің ректоры Талғат Ешановқа алғыс білдіреді. Келесі өздерінің сәлемдесуімен Ақтөбе облысы Ембі құрамасы. Жай. Алдарыңызда әйгілі Дос Мұқасанның ізін жалғағысы келетін тапсырыстар жоқ, қолдары бос Мұқасан. Дуэті, триосы, ансамблі, қысқасы, тобыры. Ей, мен карате болып отыр екен десем, домбыра тартты оналар. Құлақтарың аспап айыра ала ма сендердің? Музыкада бір домбыраны дауыс жоқ, не 6 домбыра ұстап алғансыңдар? Ермахан, қойшы осындайыңды. Домбыра дейтін киелі емес па? Киелі болғасын сахнаға алып шығып тұр. Киелі заттың бәрі сахнаға алып шыға бересің бе не? Онары қазығұрттың басындағы кемені алып шық, киелі ғой. Ганга өзен алып шық, шомалайық мына жерде. Онсында 5 киелі алдында ойнап атқан жоқсыңдар ма? Неме әдемі кетті. Кім? Кім болып тұр мынау? Дос Мұқасан тобындағы Мұрат Құсайынов болып тұр. Атаң басы. Сен ана кім болып тұрсың? Поворот не туда деген кино бар ғой? Сода садақшы маньяк қалсың. Мен сол екен деп қалдым мына. Жігіттер, ұлттық легі, ұлттық мереке, ұлттық аспап, ұлттық түр жасау керек. Қалай? Ұлттық түр не? Не істеп тұрсың? Ұлт қайғысы болып тұрмын. Ұлттың эмоциясын араласпашы сені. Ассалаумағалейкум. Бізгеме қосылмады біздің ізлеге, жазда қыста көктем көздеді. Толқындастар, жақсы нелерін белін болатындар. Қазір елімізде қиын жағдай. Мына құмар ойын ойнау жылдан жылға өршіп баратыр. Дұрыс тоқтату керек. Мына лудоман деген тоқтату керек. Құмар ойын деген білесіздер ме? Қаншама отбасына ажырастырып жүріп жатыр. Жақсы ол, зато плюс бойдақ қыздар. Басың жасамай ма, не айтып отырсың? Осыны тоқтату бір шара қолдану. Ойбай ереке, шара қолданып жатыр ғой. Мемлекетіміз дейтін көшелерде құмар ойынға қарсымыз дейтін плакаттар іліп жатыр. Мемлекет түсінбеймін бар. Неге? Солар ойлау дедім, бір лудоман. Болды. Ставка қалайды екен мен. Ставка. Мен қоям, бұл тәуе келем демейді ғой. Оның үстіне олар жазған текстер дұрыс емес. Қараңдар міне. Қайда? Құмар ойыннан отбасының ойраны шығады дейді. Лудомандар тек шығады дегенді алып жүр. Шығады. Ұстап тіксең шығады. Нақты айту керек олар. Құмар ойын ойнама, нақұрыс, отбасын тұқтасың. Нақты айту керек оларға. Сонда да бір шара қолданып құртайық оларды. Қаяқтан құртасың? Кеш. Басынан қате жіберіп алғансың. Қалай? Лудоман деген әп-әдемі ат беріп қойғансыңдар сіздер. Кімсің Лудоман? Күшті әдемісің? Сварщик деген Лудоман әдемісің? Ереке, бәлки дәнекейлеуші? Қараш, Лудоман әдемісің. Сондықтан олар құрту керек. Олар өзінің атына намыстану керек. Атса емес. Кім енді құмар ойын ойнайды, аяғынан еш шығады дейді. Олар сөйтіп намыстан қойып кетеді балды. Жігіттер, ойлаңдаршы, шошқалар бар ғой, лас жерде өмір сүреді, үсті басы балшық. Кейде өзімнің адам екеніне қатты шүкіршілік етем бар ғой. Сонда сен шүкіршілік етуіңе шошқа себепкер болып тұр ма? Шошқа болмаса тәубеңе келмейсің ба сонда сен? Ермахан, қойшы болды. Өйткені ұрса бересің бізге кел. Біз деген дұрысталу үшін Бекет атамыздың басына барып түнедік. Арыстанбап атамыздың басына барып түнедік. Қарахан атамыздың басына барып түнедік. Аталарың басына гостиница қылып жүрсің сен. Ояққа барғасын
құр түней бермей дұға ету керек. Әбетке дейін ұйықтамай. Одан сен аунайсың ғой сен байқап Ереке, мен шоу бизнеске бармаймын. Бармаймын шоу бизнеске. Қой, бар ғой баты. Тұңғышбай аға бар күтіп отыр жақта. Рат болады. Бара қой. Сен Бибігүл Төлегенмен фит жасатып отыр ғой сен. Арай тобына қосам деп отыр сен. Мен барғаннан кейін олар менің райдерімді қарау керек. Райдер? Яғни перелетімді төлесін. Маңғышлақ пойыз ұшпайды ғой. Сосын орысша білмесе қинамаса сен ешкім күтіп отқан жоқ орысша. Сонда да айтайын жігіттер, сендерге мен сияқты ерекшелену керек. 7 ай болып туылған ерекшелік жатпайды ғой. Ендеше Абай атамыз айтқандай, поехали! Тоқта бергел, ей. Не айтып отырсың сен? Поехали. Сен хабар түгіл Абай сыйлап тұрған жоқсың ғой. Айтқан шығар енді. Кім айтады? Ломоносов, Лермонтов, Пушкинтов бәрі жүрген кезде. Пушкинтов? Иә. Мына микрофон бермейдерші. Рахмет. Қазіргі таңда парақорлық елімізде өршіп тұр. Сонымен көреміз белгілі бір мекемеде. Әр жақпен жүремін, мына жуып отырмын. Ой, апа айналып жүрем ба енді? О, келісуге болады ғой негізі. Қанша деп отырсыз? Барын салып кет астына. Оқырмандарына қатты асылып кеткен блогер қыз. Құрметті оқырмандар, сіздер неге маған хейт ете бересіздер? Мен бірінші баламды кесареямен тудым. Мен әкемнің мойны жоқ. Водолаз кесе тұншық бала, мен сіздерге осындай айтам ба? Сіздер маған хейт ете бересіздер. Так, Әсемгүл, апа қысқа киім ба, кимейін ба, өзім білем, өзіңізде жоқ па? Әңгіме айтпаңыз маған. Тамашалаймыз. Перфекционист президент. Так, сен мына екеуің бір үйде тұрасыңдар енді. Бас жасаймын, танымаймын ғой мен мынаны. Бірдей пародыны бөлек жинаймын, ол бөлек тұрасыңдар. Мынандай мен кімде бар? Менде бар. Екеуің бір үйде тұрасыңдар. Қалай сонда мен жалғыз өзім тұрам ба не? Сен сияқты жаратылыс шықпай жатыр. Шетелдік киноларда сүйіктісінен айырылған жігітке сол сүйіктісі елес болып келіп жатады. Зехра. 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 Зехра жан. Зехра. Бауырым, елеседі ма бауырым? Жақындамай қойшы бауырым. Зехра. Бауырым, ұстамай қойшы бауырым. Сменде жүреді ғой, бастық көрсе ұрсады да просто. Зехра. Өткенде атаң болып келдің ғой, сен білесің ғой сен. Балам, балам. Ей, қаш жүгіретін ау! Көреміз, полицей қызметкерінің үйінде. Балам бара ғой, әкең келді жұмыстан. О, әкеші. Балам. Осы үйге бас киім қоятын банкыма вешілгім алу керек еді. Баяғыда айттым саған. Бадан етіп кетті. Үстіне келген әтіп киіп жатыр, терлеп кететін болды анау. Әкешім, мына носкиіңізді қашан келсін енді? Носки қоят тумычка жоқ па еді? Қазақ киноларында өзінің жағдайына қарамастан айқай шығара беретін әкелеріміз болады. Кетем мен бұл үйден. Кетем үйден. Әкешім, кетпеңізші. Жоқ, кетем. Әкешім, бір ауызыңыз беріңізші. Әкешім. Кете берсін. Әкешім. Әрі кетсе баспалдаққа дейін барады. Сосын қайтпайды ғой, күтпейді ғой болды. Анашым, не айттыңыз? Әкемді тағы да ауырттыңыз әне. Ауырып қалдым. Әне. Кім Отырғали? Сен неге маған ренжи бересің? Тамағыңа ине қосып бергенмен олар ренжисің ба енді? Ауыртады ғой енді. Анашым, әкешім, мен байлық өмірден шаршадым, қарапайым өмір сүргім келеді, адамдар сияқты. Кет бұрын далаға бір өмір сүр, жынды ма? Отырғали аға, қан қысымыңыз тағы да көтеріліп кетті. Ей, ананы өлшей бермей емдесе ананы. Төрт адам кетті ғой де уже. Стоп, түсірілді. Ай мініп жаздай қуған арман, мектепте күзде шулап алған, шанамен қыста суға барған, сол бір кездер ай. Осы шабыт неден алады ма? Білмеймін ғой.
ойынымыздың соңында жалпы біз әртүрлі лигада ойнап әртүрлі қазылар алқасын көріп келдік. Бірақ біз үшін ең ыстық қазылар алқасы ол ұлттық лиганың қазылары. Өте дұрыс. Себебі менің отбасыммен тепе тең. Мысалы мен әкеммен жаста Есендей әкеміз отыр. Ағам мен замандас Рамазан ағам отыр. Анамдай маған қамқор Алмас ағам отыр. Інімдей маған жан ашып жүретін Олжас ағам отыр. Бекзат ағашы? Үйде турдақ адам бізде. Бар осы. Бірдеңе қылып қосып жібер енді. Мурка бар, мысық. Қанша төбеден түссе де төрт аяқпен түсетін Бекзат ағам отыр. Емі құрамаса, рахмет! Бұл әуен сен тыңдайды ескертерге ұқсамай Боталар толқындардан бөртте құлағыңа Ембі құрамасы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры Лаура Қарабасоваға алғыс айтады. Бұл жайдарман біз ойлаған, ойламаған әзілдер бәрі болады. Ұлттық лига ойынның өтуіне қолдау көрсеткен үшін Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат министрлігіне алғысымызды білдіреміз. Сәлемдесуді аяқтайтын Маңғыстау облысы Татьяна. Міне, күні кеше Ақтау Гиннес рекордтарға кіріп 5000 адам жинады. Димаш Құдайбергенов келіп 120 мың адам жинады. Президентіміз келіп қала жиналды. Жігіттер, біздің Ақтау А-класс ұқсап ұйымшыл болып кеткен жоқпыз ба? Арасында Б-класс ұқсап бір тентек болып қалайықшы бір адам. Ассалаумағалейкум, қазақ елі! Жайдарман, міне күннен күнге дамып бара жатыр. Әзілді тексеретін 2 адамың бар. Сахна мәдениетін үйрететін 1 адамың бар. Сахна мәдениетін үйрететін 1 адамың бар. Тілді тексеретін бірнеше адамың бар. Мен ойлаймын, жігіттер, жайдарман дәл осылай дами берсе, болашақта осылай өтеді сияқты. Татьяна командасы маған ұнады. Неге 3 қойған себебімді айтып кетейін. Басында әдемі шықтыңыздар да, соңғы 2 баланың арасы бір 70 сантиметрге ашылып қалды. Бұны неге айтып жатырмын? Біз қазақ тепе-теңдікті ұстаған халықпыз. Соны ескерсеңіздер, сосын тырнақтарын тексеріп жіберейінші кәне. Жігіттер, болмайды. Артта командалар біз туралы не айтып жатқан білесіздер ма? Не айтып жатыр? Татьяна командасы шал деп жатыр, бірекен. Баука, оған біздің дым қатысымыз жоқ. Біз жас балдарымыз ғой. Екеуіңе айтып жатыр шал деп. Екеуің шал. Екеуің шалсыңдар. Бізді шал деп жатырмыз. Қай команда дамбалыма салып алайыншы. Шай ұстауын шақты. Таушан өзен атырау, бұлақ түбе орал, көрің ал. Мінне сауы қараға сену ал, туыс бауырлар мен сену ал. Жалғастырамыз. Мафияны қатты ойнаған ағамыз сотталып жатыр. Айыпталушы 15 жылға сотталасың. Соттай бер, өкінесіздер. Мен халықпын деймін, халықпын. Достар, көреміз, аналарымыз тек дәл осы кезде ғана жай сөйлеген. Кір. Жіттің басы кір деймішке. Таяқ жейсің қазір. Осыдан барым, құлайсың дейм, өй. Былай қарайшы. Барайын. Барайын ба? Барсам, өлі тұрым. Баратырым. Барайын ба? Ана бала құлада, ана иттің баласы ғана. Жалғастырамыз. Ерлі зайыптылар халыққа қызмет көрсету орталығында. Енді сіз қол қойыңыз. Қол қойдым. Бақытты ол. Сен де бақытты ол. Әлеуметті төлеп тұр, оны алсыз зарлатпай адамды. Хабарласып тұрам ғой? Блогер қыздың беташар тойында. Қайнатаңа бір сәлем. Осылай түсір алдым келші.
мына жерін қиып жібер дұрыстап. Сосын күшті сурет қойшы обложкаға, иә? Астына не деп жазамыз? Астына беташарым күшті өтіп жатыр, үздік комментке 5000. 5000 депті, аха. Кет-кетке сәлем салайын деп отырмын. Көршілерге бір сәлем. Құдай сақтасын, аналарымыз ауырмасын. Ал егер ауырып қалса, өлейін деп отырмын, күләш құрсын, өлейін деп отырмын. Біреуі жоқ қой, айналамда біреуі жоқ. Неге ауырғаныңды бәріңе айтып отырсың? Жүрім ғой міне қасыңда. Кетші албасыз. Не ішесің, аналы кейін ба, паратсыз жоқ болшы албасыз ғана. Қоя Одан да 7 қыз туым керек, 7 еркек туғаннан бар ғой. Ана Қызылордада Мәдинам жақсы. Минут сайын мама қалайсың, мама қалайсың деп соғып тұрады әйтеуір. Жүрмін ғой енді қасыңда, айтшы, не ішесің? Кетші, дыбыс ашпаймын. Қоя қойшы бір. Осы қатындарға ұрса ғой, жаным қалайсың деп, қасына шықпайсыңдар. Мен ауырсам осы, біреуің жоқсыңдар, иттің ғана балдары. Ай, жүрмін ғой енді, айтшы, не ішесің парацетамолына, қайсысы? Дымды ашпаймын. Осындайда жомартым да жоқ. Жомартым болса бұлай жүрмес менің. Не жамандық шақырып отырсың, вақты да ғой келеді ғой ертең. Иә. Қоя қойшы. Алло, жедел жәрдем ба? 35-ші келе қойшы, мамаға ауырып жатқан. Жата бер маған жерге, скорый келатыр. Жедел жәрдем ба? Иә. Қасқа үй жинау да нағыз Сені әлі де қимай жүрмін ау, себез күн нұрға шомылып жатқан күн мынау, арылтып жатыр. Құрметті достар, үлкен команда ретінде ой салатын әңгіме. Жайдарман жол сияқты. Сол жолдың үстіндегі көлік Есенаға. Ал командалар жанындағы талдар. Мына отырған көрермендердің барлығы шөптер. Нұртай, қызық емес болып қалды, келіспей қалды ғой мынау. Сол айт. Айтса, мән бермеңіздер, тыңдап отырыңыздар. Жайдарман көл сияқты. Көл сияқты. Сол көлдің бетіндегі кеме Есенаға. Есенаға. Ал командалар балықтар. Сазан, шортан түрлі бар. Мынау бар, келіспей қалды тағы да. Кете берсіш, бұлданып болды. Қарайшы бір. Жайдарман бұл орман сияқты. Ал орманның ішіндегі... Рахмет, Татьяна. Татьяна, я не пьяный, смогу сыграть тебе фортепиано. Татьяна құрамасы маңғыстаулықтарға арналған Адай Go атты такси қосымшасына өз алғыстарын білдіреді. Барлық командаларды ортаға шақырамыз. Командаларға қаттырақ қошеметтер қойыңыздар. Сәлемдесу бойынша ұпай сандарын білгіміз келеді. Жоғарғы ұпай 5. Ендеше сайысты бастаған әдеби жігіттер Жамбыл облысы. 5, 4, 5. Рахмет. Абай облысы, Абай ауданынан келген Смарт командасының ұпай сандары. Барлығы 5 ұпай. Тамаша. Қостанай облысы Арқалықтың арулары Арман командасы. 5, 4. Рахмет. Ақтөбе облысы Ембі құрамасы. 5, 4, 5. Сайысты аяқтаған Маңғыстау облысы Татьяна құрамасы. Барлығы 5 ұпай. Рахмет. Ал енді қазылар алқасының ой пікірлерін білейік. Не үшін бұндай бағалар қойылды? Не ұнамады, не ұнады? Барлығын білуге асықпыз. Ендеше, Бекзат Дүйсенов,
бастасын. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Қош келдіңіздер. Жайдарманда қауышқаныма сіздермен қуаныштымын. Командаларға қысқа нұсқа тоқталып, мен барлығына 5 көтердім. Маған барлығы ұнады. Сол командаларда не ұнаған, не ұнамаған айтып өтсем қысқа нұсқа. Әдеби жігіттері, міне енді сіздер, мен алдыңғы ойында көрдім осы команданың. Бүгінгі ойын өсу бар, одан бөлек сіздер әдеби жігіттер деген команданың атауы, яғни сіздердің концепцияларыңыз пайда болды. Бүгін әдеби әзілдер көрдік. Сол үшін мен 5 көтердім. Сіздерге рахмет үлкен. Смарт Абай облысы өте керемет. Жалпы ол өңірден әртүрлі командалар шығады. Мен соған қатты қуанам. Конфликт, жаңағы команданың арасындағы бір-бірінің соған жазылған барлығы өте керемет. Әртүрлі образдар бар. Сіздерге сәттілік, жас команда. Мен бірінші рет емес, бір екінші, үшінші мәрте көруім, бірақ өте керемет. Осылай жалғастырсаңыздар, барлығы жақсы болады. Сіздерге сәттілік. Арман, Қостанай. 3 қыз тәжірибе болса барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Шеттегі қыздың образы ұнады, өте керемет, ерекше. Ондай образдар өте сирек кездеседі қыздар командасында. Ембі құрамасы тәжірибелі команда, оны өздеріңіз де айтып жатсыздар. Басындағы линейка, чос дейміз ғой біз. Өте керемет болды, бірақ миниатюраларға кішкене тақырыптардың әртүрлі болуы, кішкене өздеріңіз білмейтін, өздеріңізге жаңа әзілдердің тақырыптары болғанда бәрі жақсы болар ма еді. Былай мен 5 көтердім, бірақ ар жақта 2-4 болып қалды. Мен ойлаймын, сол себепті деп. Татьяна, керемет, командасында чемпиондар бар, жоғарғы лиганың чемпиондары бар. Команда, ең бастысы Жайдарманға деген қызығушылықтарыңыз таусылмасын. Жайдарманға деген барлықтарыңызға рахмет. Күшті. Рахмет, Бекзат. Әрі қарай жалғастырайық. Алмас Тоғай. Рахмет. Барша Жайдарман сүйер қауымға ассалаумағалейкум, кеш жарық. Осы көрермендер өз-өздеріңізге шапалақтап қойыңыздаршы, атмосфераны тамаша беріп отырсыздар. Ол Жайдарманшыларға өте керек, қажет нәрсе расымен. Мен тойып КВН көрдім, Жайдарман көрдім. Рас таза классикалық ойын болды. Тілге келіп айтатын болсақ, енді мен хабар арнасының журналисі, тележүргізуші адам ретінде айтатын болсам, таза ойын болды. Әдеби жігіттер қалай бастап берді, барша командалар солай жалғастырып берді. Және нәтиже бар, яғни. Өсім бар, ол өте қуантады. Және Арман командасына қошеметтеп қойсаңыздар, жігіттердің арасында жалғыз қыздар өздері шығып өнерлерін көрсетіп жатыр. Оған да батылдық керек. Барша ойыншыларға рахмет айтам. Супер, креативті ойлау деген нағыз осы сіздерге келіп, мен ләззат алдым деп айтайыншы. Рахаттандым, демалдым. Рахмет. Рахмет. Рамазан Файлов. Кеш жарық, құрметті достар, командаларға көп рахмет, өте мықты топ. Шынымен мен де Бекзатпен келсем, барлық сөздермен, барлық командаларға мен толық 5 ұпай көтердім. Себебі сіздер соған лайық болдыңыздар. Енді қазір келесі сайыс шешетін болады, сондықтан да соңына дейін ойнаңыздар, қыздар, жігіттер. Көп рахмет, өте жақсы демалыс болды. Рахмет. Енді 5 қоймағандар сөйлейін деп жатыр. Жалпы жақсы конкурс болды, сәлемдесу, жақсы тақырыптар қозғалды. 3 командаға, 3 топқа 5 қойдым. Смарт пен Арманға 5-ім шындық. Татьянаға енді 5-ті кішкене сәлемдесуді қорытындыландыңыздар. Рахмет. Рахмет. Есен аға? Енді ойын болғаннан кейін салыстырмалы түрде баға қоямыз ғой. Мен енді осы ойынға деп қойып жатқан жоқпын. Кейбір командалардың бұрынғы ойындары одан қорытынды шығарды ма, шығармады ма, қандай өздеріне бағыт ұстанды, осыны талдап, таңдап келіп қойып отырған бағаларым. Дегенмен енді басқаша бағыт алып, басқаша көзге түскен ол әрине Смарт. Татьяна бұрынғыдан қарағанда кішкене өскен және тіл тазалығы жөнінде. Ембі екеуі қатар болғанмен, бірақ тіл тазалық жөнінен Татьяна аты затына сай деп айтуға келмес, бірақ заты сәл алда болды. Ал енді ембі ойындарың өте әдемі, бірақ Ермахан, сен қазақ тілі пәнінің мұғалім есемді мынауың ұят. Басында біраз ұстап тұрдың, жақсы, әдемі, бірақ аяқ жағына келген кезде қайта сол қотыр сөзді қостың. Мен енді мына жерде отырып, мен ондайға бара қоймаймын, ренжіме. Сондықтан да 4 деген баға сол үшін қойылды. Әдеби жігіттер, айналайындар, былтыр осындай әдемі бастадыңдар,
бірақ тағы да біраз қосыңдаршы, көбірек қосыңдаршы. Сол, рахмет. Рахмет. Командалар, көңіл күйлеріңіз түспесін, екінші турда әдемілеп ойнадыңыздар. Менің барлығына қойған бағам 5, тек жаңағыдай ситуацияға байланысты сіздерге қойып отқан бағам. Сөйтіп қабылдаңыздар. Бірақ осы топ шында да Рамазан айтқанды өте бір озық бойлы топ болып тұр әзірге. Рахмет Есін аға. Қошемет ұрып қояқ Әділ Қазылар алқасының ой пікіріне. Енді сәлемдесу сайысы бойынша қорытынды ұпайларды хабарлайын. Әдеби жігіттер 4,16. Ембі құрамасы 4,16. Арман Арқалық 4,8. Смарт Абай облысы 5 ұпай. Татьяна Маңғыстау облысы 5 ұпай. Ал командаларға сәттілік тілеп, келесі сайысқа дайындалуға рұқсат шығарып саламыз. Бүгінгі ойын хабар арнасынан көрсетіледі. Бүгінгі ойынымыздың өтуіне қолдау көрсеткен үшін хабар агенттігіне алғысымызды білдіреміз. Ұлттық лига ойындарының өтуіне қолдау көрсеткен үшін Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігіне алғыс білдіреміз. Бүгінгі ойынға қолдау көрсеткен үшін Аманат партиясының жастар рухы, жастар қанатына алғыс айтамыз. Ендеше екінші сайыс STEM, яғни шағын қойылым деп аталады. Сайысты бастайтын Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Арман командасы. Қызыл телпек ертегісі біздің нұсқада, біздің ертегі, біздің театр. Ертеде ешкі жүнін қызыл телпек сатып келе жатқанда, арыстан келіп аңқ етті, сауысқан келіп қаңқ етті, қызыл телпек келіп 200 камримен банқ етті. Айттым ғой саған банқ етті дегенде айтпашы деп. Сөйтіп мамасы келіп қызыл телпекке қарап, қызым, мына соғымды бүгін ғана сойдық, әжеңе апарып бер. Мама, ертегі бойынша пирожки беріп жібермей ма? Пирожки емес, Арқалықтан Астанаға 6 пирожки апарасың ба? Одан дана етті апар. Сосын қалаға барып клуб аралап қуып кетпе. Арқалықтан Астанадан басқа жаман жолға түспе. Түсіндің ба? Анашым, сіз мені қандай қыз көріп тұрсыз? Әжеме тіке барам да тіке қайтам. Арқалық пен Астана арасындағы жол жаман болғандықтан, біз бірден Астанаға келгенін көрсетеміз. Қарындас келдік. Аға, мен түнгі клубтан тастап кетіңізші. Ей қарындасым, анаң айтты ғой саған ана етті ешеңе апарып бер деп. Біреудің семьясында не шаруаңыз бар вообще? Өзім білем ғой, өзім семьям ғой. Мен ғой қызым. Мама, апар ана ет тырбаңдамай. Жарайды. Сөйтіп қызыл телпек әжесіне ет апарудың орнына өзі ет болуға клубқа кетті. Ал клубта оны Астананың қасқыр мінезді, қоян жүректі, түлкі тірлікті жігіттері күтіп тұрған еді. Қарындас, таныспадық па? Тектіліктен жаралған қазағымнан тамаша қызыл телпекті қыздарымын. Шуақ шашқан көктемнің шуағындай әжесіне соғым тасқан қыздарымын. Қасқыр, сен қай жақтан боласың? Түркістаннан. Түркістанда қасқырдың некесіз баласы бар ма? Оны анықтау үшін бізге психолог, сексиолог, кардиологты шақырамыз. Қасқыр, сен туралы астарлы ақиқат арқылы бәрін білем. Сен өзің қай жақтан болдың телпек? Арқалықтан. Ой, оны ауыл деп айта берсе, ешкім білмейді ғой. Есіңде болсын, қасқыр. Сен маған тіл тегісің, тегізе бер, бірақ арқалығыма тіл тегізбе.
елім дегендер қамын жегендер ата. Телпек, сен өзің бұл жақта не істеп жүрсің? Мамам маған әжеңе ет апар деп Астанаға жіберді. Әжеңе ет алып келдің бе? Не іс қылсаң да соңына дейін жаса деген анасының тәрбиесі есіне түсіп, Қызыл Телпек клубта соңына дейін қалып жауып шығамын деп шешеді. Клубтан шыға сала әжесінің үйіне қарай тартады. Қызыл Телпек әжесіне барам дегенше Қасқыр бірінші жетіп қойып, әжесін жұтып қойып, зорға дегенде бір темекісін шегіп, Қызыл Телпекті күтіп отырады. Қызыл Телпек әжесінің бір түрлі түріне қарап, мынадай ойға батады. Әже, көзіңіз неге үлкен болып кеткен? Линза ғой қызым. Әже, ерніңіз неге үлкен болып кеткен? Ботекс ғой қызым. Әже, тісіңіз неге үлкен болып кеткен? Винир ғой қызым, винир. Осылайша Қызыл Телпек әжесі пенсионыдан ақша шешкенін түсінеді. Дұрыстап әжесінің аяғына қараса, тұяқ екен. Қасқыр! Телпек! Қасқыр! Телпек! Қасқыр! Телпек! Қасқыр! Телпек! Әй, мына жастарыңда ұят жоқ. Қарамайды, үлкенің тұрма, кішің тұрма. Ей, сен кімсің өзі? Ханмын. Хан емессің, қасқырсың. Сен қайта мына қасқырға рахмет айт. Мына қасқыр болмағанда етің бұзылып кететін еді. Сен қайта мынаған тиіп ал. Мынау асырайды, адам қылады сені. Солай ма? Сөйтіп қасқырдың Телпекке басы кетіп қалады. Рахмет. Құрметті қалаға оқуға жаңадан түскен жас студенттер, қалаға не үшін келгендеріңізді ұмытпаңыздар. Сіздерге үміт артып отырған ата-аналарыңыздың үмітін ақтауға тырысыңыздар. Рахмет, Арман. Мақсатыңа жетелейтін арман, жақсатыңа жетелейтін арман. Арман командасы, арқалықтың арулары және қасқыр. Қошемет ұрып қойыңыздар. Әрі қарай шағын қойылымдары менен Абай облысы, Абай ауданы, Смарт қарсы алыңыздар. Жайдарман тарихында банк тонау көрінісі өте көп болған, бірақ банктың сыртындағы жайттарды ешкім көрсетпеген шығар. Барлығы дайын ба? Барлығы орындарында тұр ма? Дайын, уайымдамаңыз, бәрі дайын. Бәрі дұрыстап тұрыңдар. Сен кімсің? Мен Абай облысының полициясымын. Мына іспен енді біз айналысамыз. Болды. Неме дейді аналар, шарттар неме дейді? 1 миллион сұрап отыр ғой. Доллар ма? Жоқ, сум. Сумын 40 теңге ғой беріп тұрсаңдар сен. Сондай ғана ма не? Иә, әкеш. Осы дұрыс істемейді екен ғой. Каспийінде лақтырып жүрейін. 775, сосын 646, сосын 5587. Лаура Б деп шығып тұр ғой мен жерде? Иә. Ол жібер қойын, жіберіңдер адам бәрін. Жібергенде сен бір чегін көрсет. Ой, чегін көрсет келейін менге барайын. Міне чегі. Мен мынаны алып кетем мен. Біреуін ғана береміз. Окей, let's go. Окей, go. Неме істейді екен? Болды, шештің. Болды ма? Міне. Мықты. Күшті? Осыны шеше алмай ішсіңдер ма? Телефоным қайда? Банкта алып қойды ғой, достырыңдар шықыз. Блин, кешіріңіз. Қайға бат мынау? Мә, үсті көшіп кеттім ғой. Кешіріңіз.
қойын қалтама салып қойыппын ғой мен телефонды. Мынаның бәрін неге жинап алдыңдар? А? Қиын болып кетті бір адам бәрін тасып. Неме келатсың? Басында ұмыт кетпіз ғой. Басын ауырады екен ғой, баяғыда шығармайсың ба? Осын қосып бірдеңке ойнап жейік, давай. Сендердікі рахат дейін. Маған тұрасыңдар да бірден ойнап жіберейік деп. Сен мықтысың ғой. Сен авторсың ғой. Бар ондай, хабарла. Неге деп хабарлаймын мен? Келетіндей хабарлаш бірдене. Полиграфияда. Саламатса дайын ғой бәрі. Дайын, ал кете беріңдер. Жүрегімде махаббат ән тербетер, бағалайы бақытты жан тербетер, мұңға батып қалмасын. Бізде осы, рахмет. Абай облысы смарт командасына хаттырақ қошемет ұрып қояйық. Тағы да түрлі тақырыптарды қозғайтын бір команда өздерінің шағын қойылымымен Ақтөбе облысы Ембі құрамасы. Біздің көрінісіміз балалық шағымызда болған Көкжалдар мекені, яғни Далина Волков Ирак сериалының желісімен. Сонымен көреміз Полат Алемдар жоспар құруда. Басеке, сіз сезгендей жауды атуға дайындалып жатсыз ба? Жоқ, біреуім ерегес қылсам, екі сөздің ауызда тық жүрмей бейді. Әдем кетеді. Аха, дық болады. Сілімтіктер. Ақшадан айылып қалдық. Компанияның барлық ақшасы кетіп қалды. Кешіріңіз, Басеке. Ирактар ұрлап кеткен. Басшыларын танисыңдар ма? Ой, Басеке, мен олардың басшыларын танимын. Маршал деген адам. Ана кісі сізден ірі семіз мындай гиперсі. Сен семіз адамға сипаттамай қойшы андай. Семіз адамға пародия жасама сен. Мен сияқты деп. Мен сияқты ғой сондай. Басеке, оларға қарсы тұзақ құрайық. Не тұзақ құрайық? Менде керемет тұзақ бар, бетеміз. Тазикке жіпті жалғаймыз. Тазиктің астына жемдерді себеміз. Аналар келіп жемді жеп атқанда жіпті тартып қаламыз. Көгершін ба сонда саған олар? Басың жасамай ма? Дайындалу керек бізге. Аттандар. Қарның астына қыстырсаш болмаса. Шалбар жет тастай сал елеген. Ирак елі Уильям Маршалдың сарайында. Полат Алемдар келген сияқты. Оны қайдан білесіз? Білмеймін, осы музыка осыға кіріп кетеді ғой. Осы музыка шыққанға әдем кетеді. Атыңдар! Мен сен келетін білгем, Полат. Мен келетін білгем. Ақшаларды қайтар. Ақшаларды қайтар. Қайтармайым. Қайтарасың. Қайтармаймын. Қайтармайым. Тоқташы. Сөйлесіп отыр үлкен кісімен. Қоймаған естіптін. Мылтықты бүгін көрсең де. Осы орамал тақпағана қорқойын мен. Үстіп тәрбиеледім мен сені? Бағадан атып атып, неғыл қоймайсың сен. Өлмейсің ғой енді, атып атырмын ғой. Полат Алемдар ғой, мен өлмеймін ғой мен. Оқ темейді маған қуасың ба сен? Танымайтын адамды өліп жүрем бе мен енді? Андай үлкен адамдар өлем мен, Жан-Клод Ван Дамм сынды болады ғой. Брюс Ли солар атады мені. Бірақ мен атсам любой адам құтеді оны. Басеке, мен сізді құтқарам! Пах! Қояды өзі. Пах! Ат суыңнан домалан көп болды сен. Тұрып атсаң үшін тағын тиіспейді. Ақшалар қайтсыз бауырым. Сен тұзаққа түсіп қалдың болады. Ақшалар негізінде менде емес. Тазик. Полат!
негізі сенің барлық ақшаң менде. Қаяқтан сөйлеп жатсың, қайдасың? Сахнаның артындамын ғой. Кірше сөйлесек те енді. Офистерің тар екен ғой, 3 адам сыяды ғой. Кіре алмай тұрмын ғой. Біреу шығу керек па енді? Біреу шықсаңдаршы, мен кірейін де. Қайдасың? Іштеймін ғой, сен қайдасың? Не қашпысың әлі, менен қайдасың сен? Тұрмын ғой, кіршеш қаяқ кетіп қалдың, мен сен таба алмай жүрмін аяқта. Кешіріңіздер. Не болып қалды, басеке? Біресе шешеден адам құсаң. Мынау екен ғой, бәсе артық біреу артық деп қоям. Болды, ұсталдың сен. Полат, біз екеуміз біріккенде ақшаны ала алмайсың сен. Сендер мен ерекше қасиетін ұмытып қалдыңдар ғой деймін. Басеке, мен сізді құтқарам! Алама! Бүгін бармыз ертең, оны кім білет. Сыйласайық барда, өзгеше бөлек. Рахмет, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен ем құрамасы Ақтөбе облысы. Забила на стресс, я делаю лям. Ты пишешь мне хейт, я делаю 2. Шоу-бизнес. Ақтөбелік ембі құрамасына қошеметтеріңізді аямаңыздар. Жалпы шағын қойылымдар ұнап жатыр ма сіздерге? Бір қошеметтен білдіріп қойыңыздар. Алдыңғы ойындарымызға қарағанда осында командалар жақсырақ түсінген секілді. Оны әрине сіздердің қошеметтеріңізден біліп отырмыз. Келесі боп Жамбыл облысынан келген әдеби жігіттердің шағын қойылымын тамашалаңыздар. Қазір жастарда клипті ойлау, яғни қысқа және жылдам форматтағы контентті қабылдап үйренген. Соған байланысты Қыз жібек жыры барынша ықшамдалған нұсқада. Сонымен жыр. Қыздар. Ұнамады. Ұнамады. Жағалбайлы. Төлеген. Қыз жібек. Неге? Мақыр. Кеттік. Ата. Ана. Терес. Бата. Төлеген. Бекежан. Қыз жібек. Менікі. Талас. Арқа. Бұрыл. Аттым. Ойба. Өлді. Ғажап. Жалғыздық. Қыз жібек. Ақбозат. Ұқсамайсың. Сен де. Төлеген. Өлді. Соғым. Депрессия. Көрдім. Ұстадым. Түрдім. Тимеді. Түрдім. Сүрттім. Өкіндім. Төлеген. Інісі Сансызбай. Қыз жібек. Әмеңгерлік. Көрейік. Кеттік. Бөтті. Адамдар не десе де ол десін, Бекежандар ата берсін жебесін. Мен сендікпін, сен мендіксің көнесің, жүрегіме шаттық сөзің егесің. Біз екеуміз қосылайық. Рахмет. Қалай? Жақсы, тамаша. Құрмет достар, кітап өткеннің көзі, келешектің кілті. Біз бұл көрініс арқылы келешекке кілт бола алсақ, ол біз үшін зор қуаныш. Ал егер бола алмасақ, кілт шелектің астында.
Тараздық әдеби жігіттер, рахмет Астана. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine tout en sachant que tôt ou tard ton public te piétine. J'ai vu... Тараздық әдеби жігіттерге қаттырақ қошемет қояйық. Алмастың отырысы өзгерді. Тамаша. Енді әрі қарай жалғастырайық. Осы сайысты қорытындылайтын Маңғыстау облысы Татьяна құрамасы. Еліміздің басына іс түссе, әрбір ауыл аймақтан батырлар жинап, күш біріктірген. Сонымен көрейік 17 ғасыр. Батырларым, ел басында қандай күн туғаннан хабардарсыңдар. Еліміздің шығыс шекарасында жоңғарлар қоныс тепті. Олардың мақсаты қызымызды күң, ұлымызды құл ету. Бірақ біз олардан қорықпаймыз. Олардың саны 300 мың болса да, менің мына сенің жүрегіңде 300 мыңға татитын күш бар. Уайымдамаңдар. Бізге көмекке Сыралаштың анасы Сығанақтан, табиғат пен тарихтың тоғысқан тұсы Шу елінен көмекке келе жатыр. Батырым, сен қайдансың? Сарыдаланың сәні Сарыарқадан көш бастап келдім. Жарайсың. Сен қайдан келдің? Татьянадан келдім, Татьянадан өзім келдім. Басқа батыр жоқ, бір өзім олды. Татьянасы нес? Өз еліңе деген сағыныш теңеуің қайда? Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданына қарасты Татьяна округ селосынан келдім аға. Біздікі ма мына өзі? Біздікі, өзіміздікі, өндірістікі. Болды. Соғыс жоспарымен таныс болыңдар. Біз үштік шеппен соғысамыз. Ортаңғы шепті арқайың маған беріңдер. Атың кім осы? Қосайдан шыққан Жәнібек батыр болады. Жоқ, сен бүгіннен бастап Жәнібек емес, дара шапқан дара болыс боласың. Құп болады. Мен саған оң жақ шепті тапсырдым. Маған берме, қопыратам аға, мен шынымен қопыратам. Бірінші рет соғыстамын, ертең жау керіп көтті, кім кінәлі, мен кінәлі, бәлі болып отпасын. Қопыратам мен, өз тұра берейін, наңғаста жүре берейін мен. Атың кім еді? Жынды Нұртай десеңіз таниды. Татьянада Жынды Нұртай десе бәрі таниды. Тұр онда қасына. Батырларым, сын сағаты келді. Көріспей қалсақ бақыл болайық. Аттанды қалаш, алға! Нұртай. Не қылды еңілік? Мен бүгін әкеммен сөйлестім. Ол бізге өзін батасын берді. Бұйырса, сен соғысқа аман есен барып келгеннен кейін екеуміз үйленеміз. Мен де таныс молда бар, неке қидырайық жүр онда. Тұра тұр. Сен бірінші соғысқа барып келуің керек. Жоқ, жан, енді сен барма десең бармаймын, ішпейді сең ішпеймін ғой, енді бар ғой. Үйде кім бастық, сен бастық ғой? Нұртай батыр, соғысқа бармаймын дегенің қайсасқаның? Сен соғысқа барып, ел үшін ерлікпен майданда қаза табуың керек. Еңлікті кім алады сосын? Қолбасшымыздың өзі алайын деп жүр. Мен білдім соның сондай ойы бар екен. Мен соғысқа барып, жеңіске жетіп, келіп аман есен қолбасшы болып, еңлікке үйлену керекпін. Еңлік, мен соғысқа кетіп бара жатырмын. Қош бол, Нұртай. Соғыс алаңында. Нұртай, барлық ел сенің артыңда. Саған сеніп отырмыз. Мына екі жаудың басын бір ауыз сөзбен елдеріне қайтар. Біз саған сенеміз, Нұртай батыр. Болды. Басың бар, басып кетің, әже тая шықпасындар. Қазақтар бала осындай батыр бар екен. Сен мен кім екенін білесің бе? Мен жоңғар қоңқайшысы Ноян батырдың баласы Айырмын. Бар, кет бар. Кетпеймін. Кеттеймін бар. Ауырған жоқ. Баспасам қайтесің ал? Жоқ болсаң өзің жоқ бол. Не болды? Жеңіс! Жарайсың батырым, жарайсың! Сенің арқан жеңіске жеткен. Мен ғой жеңіске жеткен ағай. Дарабоз, молодец! Мен саған енді ат басындай алтын берем. Өмір сондайсыздар, мен еңбегін бағаламайсыңдар бар ғой. Енді біздің оңтүстіктен келіп тұрған ойраттарға шабуыл жасау керек. Алға! Жүр онда, сен де соғысасың, жүр. Жүр, бәріміз бір үшін жүр. Жоқ, мен андай қолбасшымын ғой, артта тұрмын, алға деп сөйт. Оп-оңай жұмыс тауып алғансың өзіңе, аттың үстінде алға, артқа. Біздер соғысамыз, қан-қан болып, тарихта сен сияқтылар қалады бар ғой. Біздің еңбегіміз ғой негізі. Жүр, соғысамыз бірге.
Сенің барлық ойың бізді өлтіріп, еңлікті үйрену өзің. Онда бірге барайық. Сен баста. Жарайды. Осыны өлтіріп сенші, ұнамай жүр. Қазақта қыз үшін бір-бірінің артынан оқ атқан батырлар көп болған. Ал біздің батыр... Жарайсың, батырым, жарайсың. Бүгін ойраттың басын алдың. Мен от егізген. Мен ет саған тағы да ат басындай алтын берем. Маған не бересің? Саған еңлікті берем. Рахмет. Құрметті достар, халық арасында шын ғашықтар қосылмайды. Қазақтың көзін құртқан қазақ деген кері тартпа сөздер бар. Бірақ есімізде болсын, қазақ қазақты қолдағанда ғана шың басына шығады. Жаман айттың, қателеспей. Мына қайда жаттап алдың? Есін ал, кітап оқы деді ғой маған. Оқыштың ба? Татьяна. Татьяна, я не пьяный, я не пьяный. Татьяна құрамасы, Маңғыстау облысы. Барлық командалар ортаға. Командаларға қаттырақ қошемет көрсетіп қояйық. Рахмет. Шағын қойылым сайысының ұпай сандарын көрейік. Жоғарғы ұпай 5 ұпай. Сонымен бізде сайысты бастаған арқалықтың қыздары Арман тобы. 5, 5, 5, 5, 5, 4. Абай облысы Абай ауданы Смарт. 5, 5, 5, 5, 5, 4. Ақтөбе облысы Ембі құрамасы. 5, 5, 5, 5, 5. Жамбыл облысы әдеби жігіттер. Барлығы 5 ұпай. Сайысты аяқтаған Маңғыстау облысы Татьяна құрамасы. Барлығы 5 ұпай. Тамаша. Ұпай сандарынан ақта білуге болады. Бұл сайыстың өте қызық әрі тартысты өткені. Ендеше сөз кезек өздеріңізде ойын туралы, жалпы ойын туралы, соңғы сайыс туралы Бекзат Үсенов. Үлкен рахмет. Осындай керемет ойынның куәсі болғаныма қатты қуаныштымын. Алдыңғы ойынға қарағанда командалар мықты дайындалған, керемет ізденген. Арман командасы, керемет ой қалдырыңыздар, қыздар. Қыздарға әрдайым жайдарман ойнау қиын, түсінеміз. Бірақ бұл сайыс болғаннан кейін соған байланысты 4 деген бағамды, басында 5 деген ойда болдым, 5 көтерем деп. Бірақ содан кейін сіздерден кейін қалған командаларды көріп ойым өзгерді. Арғарай, Смарт, керемет, күшті, сәлемдесуде қалай айттым, тура солай, осылай жалғастырсаңыздар барлығы жақсы болады. Кім? Ембі құрамасы, құр актеркамен қиындау болады келесі ойында. Келесі кезеңдерде командалар мықты, полуфинал болсын, финал болсын, құр актерлыққа сеніп шығу қиын болады, кішкене қосу керек. Әзілдерді қосу керек, точно әзілдер аздау болды. Бұлай жақсы, керемет. Бекерге толық 5 ұпай алған жоқсыздар. Жақсы болды деген сөз, мен жалпы айтып жатқаным ғой, алдағы ойындарыңызға. Татьяна, тәжірибе, жоғарғы лигада үй тапсырмасы ойналып жатқанда чемпион болған команда екендеріңіз көрініп тұр. Керемет, барлығы ойдағыдай. Әдеби жігіттер, сол әдеби концепттің арқасында бүгін көріністеріңіз сәтті шықты және керемет ход пайдаландыңыздар. Үлкен рахмет Есін аға, осындай керемет ойындарға шақырып тұрыңыз, келіп тұрам. Үлкен рахмет барлықтарыңызға, аман болайық. Рахмет Бекзат, әрі қарай жалғастырайық.
Алмас Тоқай. Рахмет, әріптес. Мен де Жайдарманды сүйіп көретін адаммын, өзімді сүйіп ойнағанмын, Есен аға оны жақсы біледі. Енді мен бүгінгі ойын туралы айтатын болсам, мен ең алдымен сіздерге көп алғыс айтқым келеді. Тамаша ойын болды, тамаша динамика, әзілдер тығыздығы, өзектілігі, қазіргі өзекті болып тұрған проблемаларға сіздер әзіл арқылы алып кеп, өздеріңіздің ойларыңызды жеткізу, астарлап бол деген әжептәуір еңбекті талап ететін нәрсе. Және мен айтқым келетін нәрсе, осы STEM ойыны қысқа, нұсқа әрі күлкілі болды. Және мен барша командаларға айтарым, өздеріңіздің әзілдеріңізді тезірек жеткізгіңізлердің кездер болады ғой деймін бір. Асығыстап кетесіздерде артикуляцияларыңыз бұзылып кетеді. Мен түсінбей қалып жаттым. Бекзатқа қарап қалып жатам, Есен аға қарап қалып жатам. Не деді, мен түсінбей қалдым деген сияқты. Сондықтан ойларыңызды барынша нақты жеткізу үшін артикуляцияны жаңағыдай қай жақта не дегісі келіп тұр екен деген сынды микрофонды мына жерге қойып әдемі жеткізсеңіздер, өйткені әркімнің теледидары әртүрлі дауыс шығарады ғой. Есен аға дұрыс сөйлеп отырмын ба? Бұрырмай спайды өргіз. Сол, және де жалпы осы STEM-дегі ең өзіме қатты ұнағаны тезис, бір ауыз сөз, екі ауыз сөз, бір екі ауыз сөзбен Жамбылдың жігіттері, әдеби жігіттері тамаша қойылым көрсетті. Мен өзімде Жағалбайлы еліненмін. Онда жақсы, қазақпыз ғой бәріміз, маған әсіресе ұнаған деп айтып келген ғой. Бәң өтпей қалдым, кешіріңіздер, рахмет. Жалпы Есен аға шақырып тұрыңыз, үнемі келуге дайынбыз. Хабар арнасы қосылы болсын. Рахмет. Рахмет, Алмас. Әрі қарай жалғастырайық, Рамазан. Кешір достар, рахмет көп. Жақсында өзім пікірімді айтайын. Маған топ өте қатты ұнады, бұл топ өте мықты топ болды. Бұл топта ұтылып қалудың өзі абырой сияқты. Шынымен мен болсам бұл топта не істер едім, қалай өтер едім деген сұрақ пайда болды, бірақ ең қатты ұнағаны маған осы маусымнан бері сол команданың жанкүйері болып бастадым. Смарт командасы. Ералы дейтін жігіт ішіндегі Қанат Әлжапаров ағамыздың жас кезін еске салып жатыр мен үшін. Сондықтан дұғай сәлем айтып жіберіңіздер, кейіннен шешіп жатқан шығар артта. Өте осы қарқыннан таймасаңыздар жақсы топ боласыздар деген ойдамын. Қыздар маған өте қатты ұнады. Бүгін бір еркекше ойын көрсетті қыздар. Әдеби жігіттер өсім өте қатты байқалды. Образ жақсы асылып жатыр. Осы қарқыннан таймаңыздар. Татьянаның түсінікті, тәжірибелі команда, тәжірибелі ойыншылар. Ембі менде сіздерге сұрақ бар. Ақтөбеде әлі күнге дейін DVD диск сатылып жатыр ма? Себебі мана Байғанин құрамасы жаралы сезім көрсетті. Сіздер Полат Алиндар көрсетіп жатсыздар да. Тақырыптарды қайдан алып жатсыздар? Мен күлу үшін бірінші ана сериалды еске түсіру керекпін да. Өте қиын. Бір мезетте 2-3 нәрсе іштеу. Сондықтан да жаңа тақырыптарды, бір жаңа кинолар шығып жатыр ғой, бір бригада деген сияқты. Соларды қарап көресіздер мүмкін. Сол келесі ойында жаңа тың тақырыптар күтем. Сол командалар өте күрестік деген, күрестік, тоғысқан тағдырлар деген. Саранча бар, Есен аға көп айта берсек. Сол күшті. Көп рахмет командалар, сәттілік. Рахмет, Рамазан. Рахмет. Олжас. Жалпы өте мықты, өте керемет ойын болды. Мен Жайдарманға ұлттық лигада болмағаныма біраз уақыт болыпты, сағынып қаппын. Үлкен рахмет командаларға. Керемет ойын болды. Рахмет. Рахмет, Олжас. Есен аға. Мынау тіл тазалық деген өте жақсы сылтау болды. Енді тіл тазалығын жақсылап өткізіп алсақ, одан әрмен мына үй деген сөзді азайтсақ, соған әдемі келсек, бір ой тым жақсы, бір әдемі, жақсы, сауатты сөзін әдемі жеткізетін, басқаларға үлгі болатын, сондай бір ұлттық лигада тамаша қыздар мен жігіттер өсіп шығар еді. Көрдіңіздер ғой, кішкене ғана бір қатты ғана бір қарай бастап едік, ұпай сандарын кішкене төмен түсіріп, қандай жіптіктей бола қалдыңыздар. Осылай ары қарай жалғастырамыз. Осылай біз бір-бірімізге баға беру арқылы, осылай сіздерге сабақ беру арқылы біз өз-өзімізді түзейміз. Бізді өз-өзімізді түземесек, ешкім бізді түземейді. Келістік қой? Керемет. Керемет топ, сөз жоқ. Кейбір команда әрине жарысты аяқтауы мүмкін, бірақ бізде алды 2 топ бар. Сол топтың ойындарын, сол топтардың ойынын қарап отырып, біз тағы да шешім шығаруға, сол кезде шешім шығарармыз. Әзірге енді
мына соңғы сайыста смартқа 4 қойған себебім смарттың сәлемдесудегі темп пен көріністегі темп екеуі кішкене айырмашылық болды. Ойларың дұрыс, бірақ аяқ жағы мүмкін мына жастар қабылдаған шығар, мен аса қатты қабылдай қойған жоқпын. Жайдарманды тек қана сіздер сияқты жастар ғана көрмейді, үлкендер де көреді, сондықтан да үлкендерге де түсінікті болу үшін кейбір дүниені сонымен санасқандарыңыз дұрыс болады. Жалпы 5 команда мына 5 саусақ секілді біріксек, ұлттық лига алысқа барады. Рахмет. Рахмет. Ал енді құрметті көрермен, қазір сіздер үшін жақсы ойын көрсеткен командалардың ұпай сандарын айтам. Сіздер тоқтаусыз қошемет тұрып қолдап отырыңыздар, я? Сонымен екінші сайыс бойынша командалардың ұпайлары. Арман Арқалық 4,8. Смарт Абай облысы 4,8. Ембі құрамасы Ақтөбе облысы 5 ұпай. Әдеби жігіттер Жамбыл облысы 5 ұпай. Татьяна Маңғыстау 5 ұпай. Ал енді ортақ ұпай сандары. Енді осы шешуші көрсеткіш. Әдеби жігіттер Жамбыл облысы 9,16. Арман Арқалық 9,16. Ембі құрамасы Ақтөбе облысы 9,16. Ал енді тікелей жартылай финалға өткен командалар Смарт Абай облысы 9,8. Және толық 10 ұпаймен Татьяна Маңғыстау. Баршаңызға алғысымызды білдіреміз, өткен командаларды құттықтаймыз. Жайдарманның жайдарлы күндерінде жолыққанша көрермен. Every day, every night, олар жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды, қоям дейді, қоя алмайды, бұл ойынға еш тоймайды, көрермен қазы сынайды, бұл сұрақ бәрін қинайды, чемпиондықты кім тойлайды?